Барлықтарыңызға қайырлы күн, сіздермен бірге мен Тоғжан. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында Орео печеньесін дайындайтын боламыз. Осы рецептпен жасалған үй жағдайындағы Орео өте табиғи және өте дәмді болып келеді. Міндетті түрде осы видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен жұмсақ сары майымызға қант ұнтағын қосып, жақсылап араластырамыз. Бір шымшу, яғни бір щепотка тұз саламыз. Сарыуыз бен еліктен өткізілген какао мен ұнды қосамыз. Бізде осындай консистенциялық қамыр шығуы тиіс. Енді тамақ пленкасымен орап, тоңазытқышқа 20 минутқа қойып қоямыз. Енді начинкамызға жұмсақ сары майымыз бен қант ұнтағын қосып араластырамыз. Енді дайын болған начинкамызды таза қапшыққа салып қоямыз. Енді қамырымызды тоңазытқыштан алып, екіге бөлеміз. Енді қамырды жаямыз. Қамырдың қалыңдығы 3 мм-ден аспауы тиіс. Кез келген бір қақпақты алып, дөңгелектер жасаймыз. Енді дайын болған дөңгелектерді пісіру парағына салып, 8 немесе 10 минут пісіреміз. Жаңағы қапшыққа салған начинкамызды бір дайын болған печеньеға жағып, екінші печеньемен жабамыз. Міне, біздің үй жағдайындағы жасалатын Орео печеньесі дайын болды. Өте жұмсақ, өте дәмді, өте нәзік болып шыққан печеньелардың бірі. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Видеоға ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.